Ассаламу алейкум. Бүгін асқабақ қосылған өте дәмді пирожки дайындаймыз. Ең алдымен жылы сүтке аштығы, секер, тұз салып, жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, ұн салып, және де ертілген сары майымыз салып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше қоямыз жылы жерге. Енді асқабағымызды төртбұрышлап турап, жуамызды, капустамызды осылай турап, енді табамызды қыздырып, үстіне жуа мен капустамызды қуырып, асқабақты салып, суын молырақ құйып, асқабағымызды пісіріп аламыз. Енді көтерілген қамырымызды алып, қалауыңша бірнеше бөлшектерге бөліп, енді суығаннан кейін салмасын салып, осылай бүгіп пирожкилерімізді дайындай береміз. Енді дайын болған пирожкиміздің үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Ас болсын.